Жедел ақпарат тарады. Барша хабардар және сақ болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарда біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеоролигіміз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоролигасына бір дана лайк және подписаться түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз қабат олардың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз басадық. Қазақстанда қазан айының соңына дейін телерадио хабар тарату мен байланыс сапасы нашарлауы мүмкін. Қазақстанда қазан айының соңына дейін телерадио хабар тарату мен байланыс сапасы нашарлауы мүмкін деп хабарлайды Қазтелерадио баспасөз қызметі. Қазтелерадио мәліметінше 8-16 қазан аралығында байланыс сапасының нашарлауы күтілуде. Қазтелерадио 2023 жылдың 18 қазаны 16 қазан аралығында күзгі күн кедергісі кезеңінің өтуімен байланысты хабар тарату арналарының сапасының ықтимал нашарлауы туындайтынын жеткізеді делінген хабарламада. Күн кедергісінің Казсат сериалы ғарыш ақпаратындағы агенттарға арналған есептеу бағдарламасынан бақылауға болады. Басқаларда хабардар болу үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және видеоролигімізге лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең.